Дінмұхамед Қонаев атындағы Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ұйымдастырып отырған Шоқ тілді Шона Смаханұлының 100 жылдық мерейтойына орай арналған қазақтың сатирик ақыны тақырыбындағы челленджін Жамбыл, Шу, Талас аудандық балалар кітапханаларына жолдайды. Бұралқинның бұйрықтары. Қағаздары сарғыш тартқан таттанып, отыр едік архивтерді ақтарып, жіппенен тігіп түптеген, кезікті кітап күтпеген, ашылған біткен ай күнін көрсетіп бір жақ шетіне, бұйрық жарлық кітабы деп жазыпты бетіне. Кезігіп лайсаң тасқынға, сөгістің қалдық астында, ақырғы сөгіс, қатаң сөгіс, жай сөгіс, жатаң сөгіс, ескерту сөгіс, ескетіру сөгіс. Бұралқин өзі дара мықты, көмбі сұлы дегенге қадалыпты. Ауырғаны үшін ақырғы сөгіс депті, дәрігер қағазымен келіспепті.